Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер, апай. Балалар, бүгін жолда жүру ережесін біз тағы да қайталап өтетін боламыз. Балалар, жолда жүру ережесін тереңірек білетін боламыз. Олай болса, балалар, бүгінгі мақсатымыз оқушыларды жол ережесімен таныстыру және де жол қауіпсіздігін сақтау адамдардың өміріндегі ең маңызды ұғым екенін сендер тереңнен түсінетін боласыңдар. Балалар, біз жолдың өзі ауылда, қалаларда да жолдың өзі адам жүргізуші және көлік жүргізушілерге екіге бөлінеді екен. Бірақ ол жолдың барлығымызға ортақ ұғым екен, жол қауіпсіздігі. Ал енді балалар, біз жолда жүру ережесін білесіңдер ме? Олай болса, қазір барлығына тоқталатын боламыз. Кішігірім видеоролик бар, соған назар салыңдар.
Балалар, олай болса, осыны тереңнен бөлмедіңші қаны, суреттерге зе салайықшы балалар. Суреттерге мұқият қарайық. Жол ережесі дегенде есімізге ең бірінші түсетін не? Балалар, бағдаршам. Осы бағдаршамның қай тұсы қандай қызмет атқаратынын кім айтатын балалар? Иә, сен келе ғой. Қызыл жанғанда тоқтаймыз, сары жанғанда дайындаламыз, жасыл жанғанда жүреміз. Тамаша. Дұрыс айтты ма балалар? Иә. Бізді, яғни өмір қауіпсіздігімізді ең бірінші сақтайтын бұл бағдаршам екен. Тамаша балалар. Олай болса балалар, ал енді мына видеороликте қандай өтетіндер қана балалар? Видеороликте қандай өтетіндер? Біз жол ережесін сақтауымыз керек. Өз өмірімізді қауіп қатерге төнбейді. Арнайы немен өтуіміз керек? Кім айтады мынау қандай жолақ балалар? Кәні? Жаяу жүргізушілер жолағы. Жаяу жүргізушілерге арналған жолақ, иә? Тамаша, отыра ғой. Ал енді балалар, басталар әр қадамы атауменен жол жүру ережесін сақтауменен дейді. Мына белгілер туралы кім айтып береді балалар? Мына белгі туралы маған айтып берші қана. Бұл автобус жүретін жол, яғни автобус бар ма балалар? Жоқ. Не? Трамвай. Трамвай жүретін жол. Жақсы отыра ғой. Келесі кім? Келе ғой. Қандай белгі қызмет атқарады екен? Бұлда қатты жүгіруге болмайды. Қатты жүгіруге болмайды дейді, иә? Балалар қатты жүгіруге болмайды. Осындай тыйым салынған екен, иә? Жақсы отыра ғой. Отыра ғой. Керемет. Тағы келе ғой, Сания. Қандай қызмет атқарады екен мынау? Бұл жол астынан жүргіншілер жолы. Жол асты жүргіншілерге арналған жол, иә? Тамаша, отыра ғой. Келесі келе ғой. Ол велосипед айдайтын өзінің жолы. Велосипед айдайтын арнайы өзінің жолы. Келесі кім айтады? Келе ғой, Айзере келе ғой. Бұл көліктер жүретін жерде арнайы адам жүретін жол. Арнайы адам жүретін жолақ, иә? Бізді арнайы адам жүретін жолақты осындай түспен бояп, ішін ақпен неғып қояды? Біз осыған көп назар аударуымыз керек. Тамаша. Келесі келе ғой. Бұл адам өтуге болмайтын жер. Не машина өткен кезде ол не болмаса андай көше-қол болмаса бұяқпен өтуге болмайды. Қауіпті деген нені білдіреді? Белгіні білдірді, өтуге болмайды. Тамаша. Отыра ғой, жарайсың. Ал балалар, олай болса келесі бізде жол реттеушіні не деп атайды балалар? Милиционер деп атайды. Біз осыған не істеуіміз керек? Бағынуымыз керек. Осының бағыт-бағдарына біз бағынуымыз керек екен, иә? Тамаша. Ал енді балалар, тыйым салуға берілген белгілер. Біз қай жерде жүрсек те тыйым салуға берілген белгілерге көп назар аударуымыз керек. Қараңдаршы енді балалар, мына баланың әрекеті дұрыс па? Жоқ. Ол өткен пойыз жолдан өтіп бара жатыр, ал артынан пойыз келеді. Жақындап қалды, иә, пойыз, иә? Ол жүрсе, қағып кетуі мүмкін. Сондықтан пойызды өткізіп барып, не істеуіміз керек? Жүруіміз керек екен. Келесі, мына суретке назар аударайықшы балалар. Кім айтады кәні? Тағы кім айтады? Келе ғой. Ол жерде машина келетін жерде ойнауға болмайды. Жолдың үстінде ойнауға болмайды. Мына бала тыңдамай өтіп кетіп бара жатыр, иә? Ал оны қолынан ұстап, не істеді?
қатты, иә, ал ол өтіп кеткенде машина қағып кетеді, иә, тамаша. Жарайсыңдар балалар, отыра қой. Ал енді балалар, біз осындай жол белгілеріне жолда жүрген кезде көп назар аударуымыз қажет екен, иә. Мына жерде тиым салынатын белгілердің барлығы әрқайсысы өзінің түспен боялып, қызылмен, көкпен боялып қойған екен. Ал енді ескерту белгілеріне де көп назар аударуымыз керек екен, иә. Ал енді бізге бағыт бағдар беретін белгілер, яғни олар арнайы стрелкамен бізге көрсетіп қойған екен. Тамаша. Ал енді балалар, біз көшеден өтер кезде не істейміз? Кім айтады кәні? Біз көшеден өтер кезде үлкен адамдардың көмегімен өтуіміз керек. Көмегіне жүгінуіміз керек, иә. Бұл кісі не істеп жатыр енді, қалай ойлайсыңдар? Кім айтады? Отыра ғой, жарайсың. Қызының қолынан ұстап, не бағдаршамға қарап, не қызыл қандай түс жанып тұр бұл жерде? Қандай түс жанып тұр? Қызыл түс жанғанда не істейді? тоқтау керек. Тоқтау керек. Ол кезде не өтеді бұл жерден? Машина өтеді. Машинаға жол беруіміз керек, иә. Міне, үнемі балалар біз жолдан өтерде үлкендердің көмегіне жүгінуіміз керек екен, иә. Сонда ғана біздің басымызға қауіп-қатер төнбейді екен. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, бері қарайықшы, барлығымыз. Бізде үнемі жолды бағыт-бағдар беріп тұратын, қолына ала таяқ ұстап тұратын, ол милиция екен. Тамаша. Ал енді балалар, барлығымыз сұраққа жақсылап жауап берейікші қана. Біз өткен болатынбыз, иә? Ал енді балалар, қараңдаршы, көшеде жүру ережесін білу не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Көшеде жүру ережесі өйткені адам өмірін алдындағы сақтану үшін жасалған. Бағдаршам адам өмірін сақтап қалу үшін істелген. Тамаша, жақсы. Жер жол дегеніміз не, балалар? Жер жол дегеніміз не екен? Жер жол дегеніміз жаяу жүрушілерге арналған. Тамаша. Жаяу жүрушілерге арналған жол. Жаяу адамға қай жермен жүру қолайлы және рұқсат? Жаяу жүрушілер. Я тек қана жаяу жүрушілер жолмен, және де ол қай жағымен жүру керек? Оның оң жағымен жүру керек. Тек қана оң жағымен жүру керек. Ал енді көшеде жүру тәртібі кім басқарады? Бағдаршам басқарады. Біз бағдаршамның осы үш түсіне көп назар аударуымыз керек екен, иә? Жақсы балалар. Ал енді балалар, көше қиылысында қай жерлерде өтуге болады деп ойлайсыңдар? Пешеходта. Тек қана пешеходта ма? Жол қиылысында егер бағдаршам немесе пешеход тұрса, сен бағдаршамға қарай өтуің тиіс. Ал пешеход тұрса, көліктерде жүруге болмайды деген түс жанған кезде ғана өтуің керек. Тағы, жақсы отыра ғой. Тағы қандай белгі болу керек? Адам жол белгісі болады және бағдаршамға қарай. Арнайы мынандай тақтайшалар ілулі тұрады екен, иә? Осындайға біз не қылуымыз керек? Назар аударуымыз керек екен. Тамаша, отыра ғой. Ал енді балалар, жер жолда қалай жүру керек? Жер жолда. Жер жолда 4-5 адам болып жүруге болмайды. Және де жер жолдың сол жағымен жүруге болмайды. Сол жағымен жүруге болмайды. Ал балалар, олай болса, тағы да жер жолда қалай жүруге рұқсат етілмейді? Көп адаммен жүруге болмайды. Тағы жақсы, отыра ғой, тамаша. Және жер жолда асыға жүгіріп жүруге болмайды. Асыға жан-жаққа алаңдап жүруге болмайды, тамаша отыра. Ал енді балалар, сендер білесіңдер ме? Жер жолда жүрген кезде абайлап, мұқият, жан-жағымызға қарап, машина келе жатса тоқтап, абыржымай жүруіміз қажет екен, иә? Көбінесе бала жолда жүретін кезде үлкеннің көмегіне жүгіну керек екен, және де мынандай белгілерге көп назар аударуымыз керек екен. Жақсы балалар, олай болса, кім жол туралы тақпақ біледі? Үлкен кіші қалаға ой жүгіртіп қайрап алып
бұл жерде азаматтарға сақ болыңдар балалар. Сақ болыңдар балалар деп тамаша. Тағы Қызыл, жасыл, сары. Өзінде бар үш от. Жасыл жанса тез өтке, қызыл жанса тоқтар. иә. Тағы тамаша туралы. Тағы кім айта алады екен балалар? Көшет туралы, бағдаршам туралы. Кәні жақсы балалар. Ал балалар мына белгіні біз білеміз бе? Қандай белгі деп ойлайсыңдар бұны? Кім айтады? Кім айтады? Бұл жерден өтуге болмайды. Бұл жерде құрылыс болып жатқан дегендерді білдіреді. Дұрыс айтасың, бұл жерде құрылыс болып жатыр, иә? Бұл жерде өтуге болмайды деген сөзге жарайсың. Ал балалар, олай болса, біз ескерту белгілеріне көп мұқият назар аударуымыз керек екен, иә? Ал енді балалар, мына жердегі балалардың әрекетін айтып беріңдерші, қандай кім айтып береді? Бекжан, айта қойшы балалардың әрекетін. иә, кім айтады? Ол бала машина тоқтаған екен, өте беріп жатыр. Машиналар қызыл, бағдаршамның қызыл түсі жанған. Қызыл түсі жанғанда бағдаршам жоқ па бұл жерде? иә. Бұл бала көліктің тоқтағанын күтті, яғни ол өз өміріне қауіп қатер төндіргісі келеді. Сол үшін ол яғни адамдарға жүруге арналған жолақпен өтеді. Жақсы, неге назар аударды бұл? Не тұр бұл жерде? Жоқ, тағы да не тұр? Көліктерде Адамдар жүретін тақтайша ілулі тұр, иә? Сол тақтайшаға назар аударды, иә? Ал енді балалар, ағымда видеороликте көргендей, егер де жолақ болмаса, қалай өтесіңдер? Кім айтып береді? Жолақ болмаса. жолақ болмаса, айналамызға қарауымыз керек. Көліктер жоқ немесе жоқ. Бар болса, онда көліктердің жоқ тоқтаған келеміз. Яғни де жолақ болмаса, айналамызға қарап тұруымыз қажет. Және де тез өтуіміз керек. Тамаша. Балалар, егер де сендер жолдан өтіп бара жатқан кезде, біреу достарың сендерге айқайлады. Не істейсіңдер сол кезде? Кім айтады ғана? Не істейсіңдер сол кезде? Көліктен өтіп кеткенін күтіп, Тоқтап қаласың ба сол кезде? Сол баланың айтқанын тоқтап қаласың ба? Не істейсің? Арқарай өтіп кетеміз, иә? Бізде тоқтап кідіріп қалуға болмайды. Ал енді балалар жолда жүрген кезде құлағымызға құлаққа киіп, немесе шулап, немесе басқа жаққа зер салуға болмайды екен, иә? Ол өмірімізге қауіп қатер төндіреді екен. Жақсы, балалар автобус, яғни қоғамдық көлік, иә? Барлығымыз білеміз. Қоғамдық көлікте балалар қай жағынан түседі кәні? Артыңғы есіктерінің алдыңғы есіктен түседі. Жарайсың ғой. Ал енді балалар, осымен балалар бүгінгі тәрбие сағатымыз аяқталды. Сендерге барлығын түсіндірдім. Осы жол жүру ережесін мұқият естеріңде сақтап жүресіңдер. Өз өмірлеріне қауіп төнбеу үшін барлығын жіті естеріңде сақтап жүріңдер. Сау болыңдар балалар.